Сәлем достар, сіздермен бірге Жанна. Бүгін мен мектеп оқушысы ең керемет супер күштерге ие болатын сериал туралы айтып беремін. Бұл видеоны көрмес бұрын бірінші бөлігімен танысуды ұсынамын. Оны бізден арнадан таба аласыз. Біз бастаймыз. Фермермен танысамыз. Ол да керемет күшке ие. Оның ұлы Дион сияқты. Әкесінен күшті мұра етті. Николь найзағай құбыжығын Пэтке көрсетеді. Ол Дионды өзімен бірге Пэт жұмыс істейтін және Дионның әкесі жұмыс істеген компанияға экскурсияға апарады. Пэт балаға жұмыста не істейтінін және компанияның ауа райын қалай бақылайтынын көрсетеді. Экскурсия Дионның Марктың ұлы екенін біліп, бастықпен кездескенге дейін созылады. Ол оны күтпеген жерден жылы қарсы алады және экскурсияны өз бетімен өткізуді шешеді. Николь барлық жұмыс сұхбаттарына сәтсіздікке ұшырайды. Бірақ ол бұрын оқыған және билеген би студиясына келгенде менеджер болып жұмысқа орналасады. Сонымен қатар Дион мен Пэт бастықтан бөлініп құпия бөлмеден оғаш дыбыстарды естиді. Оған Пэт кіре алмайды, өйткені оған арнайы пропуск керек. Дион өзі кіруге шешім қабылдайды. Ол камераларды өшіреді және күшін қолданып біреудің пропускын өзіне қарай тартып алады. Олар Исландиядан әкелінген жануарларды көреді. Пэт олардың өте қауіпті екенін түсінсе де, бәрібір олар мұнда не зерттеп жатыр деген қызығушылық танытады. Биония компаниясында күш алған басқа адамдар бақыланады екен. Дион ауыр науқас түлкіні табады және Пэт оған енді көмектесе алмаймыз деп айтады. Алайда Дион оны күш қолдану арқылы емдеуге шешім қабылдады және ол сәтті болды. Николь найзағай құбыжығын жариялаған қызды таба алады және ол оған мұндай құбылыс әртүрлі жерлерде байқалғанын айтты. Пэт байқаусызда дабыл қағып жібереді, бірақ екеуі зертханадан шыға алады. Алайда Дион бұл үшін шамдарды толығымен өшіреді және ол аздап асып кеткені анықталды. Сонымен қатар Дион өзімен бірге жарқыраған бір жануарды ұрлап әкетеді. Кешке Пэт Никольге Бионның қабілеті бар адамдар туралы не білетіні туралы айтады және басшылардың оны зерттеуге неге жол бермейтінін түсінбейді. Дегенмен ол сол кезде Исландияда болған. Николь оған олар үшін жұмыс істеу қауіп үшін алғыс айтады. Ал фермада найзағай күш иелерін қуып жетеді. Ал әкесі ұлын өмірінің құнымен қорғайды. Біз 2013 жылы Исландияға барамыз. Марк пен Пэт осы жерде ауа райын зерттеуге келді. Марк досына үйленуге шешім қабылдағанын айтады. Бастапқыда Пэт онша қуанбайды, бірақ досын құттықтап, Марк өлшеу үшін орнына кетеді. Онда туристер мен Пэттің сүйіктісі жиналды. Барлығы жақсы жүріп жатыр. Бірақ бір сәтте Пэт құрылғылардың істен шыққанын байқайды. Радиация деңгейінің жоғарылауы және күтпеген жерден аспан жарылып, метеорлық жаңбырдың кішкене бөліктері тікелей адамдарға түседі. Біз қазіргі уақытқа ораламыз. Дионның туған күні және ол бүгін кешке барады. Барлық сыныптастар келуден бас тартты және тек Эсперанза келеді. Пэтті ұстап алуға тырысады және оларда Дионмен болған жағдайға күдіктенеді. Бірақ Пэт ол ештеңе білмейтінін және Дионның туған күніне кететінін айтады. Кеште Дион өзінің ескі достарымен кездеседі және ол өзінің сүйікті ойыны үшін құпия кодтарды жинаған туралы айтады. Бірақ жігіттер оны енді ойнамайтынын айтады, өйткені ол балаларға арналған. Дионда енді оны жақсы көрмейтіндей кейіп танытады. Бірақ келген Эсперанза Дионның оны үнемі ойнайтынын айтады. Іс арасында біз Марктың өзінің керемет күштерін қалай ашқанын білеміз. Николь туған күніне келіп, Дионның сүйікті ойын стиліндегі тортта келеді. Қалған жігіттер оны бірден мазақтай бастайды. Ал Дион қатты ренжігені соншалық ол енді достары жоқ екенін айтады және бұл үшін анасын көшіп кеткендер үшін кінәлайды. Эсперанза онымен сөйлесуге бел буады. Сол кезде Дион астма ұстамасын алады. Эсперанза ингаляторды алуға бара жатқанда, Дион оны ойдың күшімен тартады. Эсперанза Дионның қабілеттері туралы білетінін айтады. Болжау қиын болған жоқ және оған ешкімге айтпайды деп уәде берді. Дион Эсперанзаның өзінің шынайы дос екенін түсінеді. Мерекеден кейін Пэт Никольге бірге демалуды ұсынады, бірақ ол шаршағандықтан бас тартады. Біз өткенге қайта ораламыз. Шарлотта мен Марк көлде кездесіп, олармен не болып жатқанын талқылайды. Шарлотта басқа адамдар бар дейді, бірақ олардың әңгімесін оларға шабуыл жасайтын қатты найзағай тоқтатады. Шарлотта өле жаздайды, бірақ оны Марк тастай алмайды және найзағай құбыжығы оны өлтіреді. Түнде Дион мен Николь найзағай елесін көреді. Дион мен Эсперанза мектебінде Биония оларды қадағалайтынына сенімді. Өйткені компания мектепте ғылыми жобаға демеушілік жасауды шешті. Оқушылар топтарға бөлінеді және өздерінің ғылыми жобаларын жасауы керек. Джонатан Дионмен бірге топқа кіреді. Олармен жақсы қарым-қатынаста емес. Николь жұмыста бастықтың барлық тапсырмаларын орындайды, бірақ бәрібір сахнаны аңсайды және ыңғайлы сәтте оның қандай болғанын есіне алады. Дион анасына түнде көргенін көрсетеді.
және бұл найзағай құбыжығының суреті сияқты. Дион мен Эсперанза оны найзағай Мэн деп атады. Сонымен қатар жұмыстағы Пэт жоғарылайды және зертханаға қол жеткізеді. Бастықтың айтуынша Исландияда қандай да бір инфекция таралады. Тіпті жануарларды жұқтырады. Бірақ оны жұқтырған түлкі қандай да бір себептермен емделіп кеткенін айтады. Сондықтан олар мұны қалай тоқтатуға болатынын түсіну керек. Шарлотта Никольге келіп, найзағай Мэнге ештеңе істеуге болмайтынын айтады. Ол өте күшті, тек жасыру керек. Бірақ Николь ұлының өмірін бұзуға дайын емес. Және Шарлоттадан Дионды өзінің қорғауға үйретуін өтінеді. Шарлотта бірден емес, бірақ көмектесуге келіседі. Олар жертөлеге түсіп, жаттығуды бастайды. Николь ұлын тым қорғайды, ал Шарлотта оны қуып жібереді. Содан кейін Николь Пэтпен уақыт өткізуге келіседі. Шарлотта Дионға кейбір амалдарды үйрете алады. Сонымен қатар Пэт пен Николь бірге жақсы уақыт өткізеді. Пэт Никольді үйге дейін шығарып салады және оны күтпеген жерден сүйеді. Содан кейін бұл өте ыңғайсыз екенін түсініп, сонымен қоштасады. Николь мен Шарлотта Марктың сағатында басқа күш иелерінің есімдері бар жад картасын табады және Шарлотта олармен байланысуды шешеді. Ал Бионенің бастығы осы уақыт ішінде олардың отбасын бақылап, Дионның супер күштері бар екенін білді. Осымен екінші бөлім аяқталады. Бейненің астына лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз үшінші қорытынды бөлімнің мүмкіндігінше тез шыққанын қаласаңыз.